Сәлем, оқырмандар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Менің алғашқы курсыма қош келіпсіздер. Мен сіздерге бет күтімі жайындағы барлық ақпаратты айтып отыратын боламын. Күнделікті таңға бет тазарту маскасы және де күнделікті беттеріңізге пигмент және де әжім, безеудің орны безеу және де барлық проблеманы, бет терісіндегі проблеманы шешетін боламыз. Ол үшін бізге таңғы бет тазартуға керемет мен өзім бет тазарту маскасын айтатын боламын. Енді бізде қазір керекті заттар бар. Ол үшін бізге осындай таза ыдыс қажет болады. Өйткені осындай стеклянный болған өте дұрыс. Себебі кез келген жаңағы ыстатын кезде астына қыздыратын кезде астына кастрюль қойып, ішіне су қойып, осылай қыздыра берсеңіздер болады. Және де бірінші біздің бет тазарту маскасы, бұл бірінші этап. Және де келесі тағы да әжімдерге, пигменттерге қарсы керемет маскалар шығатын болады. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Осындай бір жұмыртқа қажет. Бірақ бізге бір жұмыртқаның ағы қажет. Қазір жұмыртқаның ағын аламыз. Жұмыртқаның ағы. Міне осындай жұмыртқаның ағы қажет бізге. Және де бізге осындай 2 қасық сүт қажет. 1, 2 қасық қана қажет. Және де бізге мед қажет. Осындай балдың натуральный қажет. Себебі бізге натуральный ғана бетімізге керемет уход береді және де бетімізді тазартатын болады. Осындай бал қажет. Бізге бірақ 2 қасық қажет балдан. Нағыз балдар осындай түс болады және де жесеңіздер дәмі өте керемет болады. Және де қоюлығы әдемі болады. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Себебі ішіндегі балы, сүті барлығы жақсылап еру қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Оқырмандар, бізге осындай лимон қажет болады. Себебі лимонға аллергиясы бар жандар болса, бетіңізге лимон қоспай, тек қана осы жұмыртқа және де керемет осындай сүт, бал қосып жасасаңыздар да болады. Кейбір адамдарда лимонға аллергиясы бар. Сол үшін лимонды бұл қоспаға араластырмаңыздар. Бұл таңғы бет тазарту маскасы. Осылай лимонды кесіп, ортасынан кесіп. Күшті. Лимонның 2-3 тамшысын ғана қосамыз. 2-3 тамшы ғана қосамыз. Бұлай өлшесеңіздер де болады, кішкене білу үшін. Ал сосын бізге оливковое масладан 1 қасық керек болады. Оливковое масло бұл ең бетке де пайдасы өте керемет. Сол үшін міндетті түрде оливковое масланы қолданыңыздар. 1 қасықты қостым. Енді жақсылап араластырып, бізге жақсы осындай масса шығу қажет. Бірақ бетті маска жасадан алдын жуып алыңыздар. Себебі тазартылған маскаға қажет болады бұл маска. Осындай маскаға жағатын кесечкімізді алып, бетімізге жайлап жағып шығатын боламыз. Бұны
бұл масканы оқырмандар, көптеріңіздің сұрақтарыңыз осы маскадан қалған қоспаны не істесек болады деп жатасыздар. Сол үшін мен сіздерге айта кетейін, осындай контейнер сияқты ыдысқа салып құйып қойып холодильникке сақтасаңыздар болады. Және де холодильникке көп сақтамайсыздар, ары кетсе бір аптаның көлемінен кейін бұны тастап жібереміз. Өйткені бұл жерде көптеген қоспа бар, сол үшін көп ұзақ уақыт сақтауға болмайды. Бұл таңғы тазарту маскасы міндетті түрде азанда жасасаңыздар болады, және де ватный дискімен сүртіп алсаңыздар да болады, бірақ бетте 20 минут тұру керек бұл маска. Сол үшін міндетті түрде видеома қарап, өзіңіз жақсылап нәтиже алыңыздар. Беттеріңіздің әдемі болып жүргені бүкіл қыз-келіншектердің арманы. Сол үшін бетіңізді әдемі ретінде сақтап, қартаймайтын әдіс жасаңыздар. Оқырмандар, бұл бет тазарту маскасы деп аталады. Міндетті түрде таңға жасасаңыздар өте керемет нәтиже ала алатын боласыздар. Және де бұл масканы жылы сумен жуып, артынан крем жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Өйткені ішінде оливковое масло бар. Сол үшін міндетті түрде видеомды мұқият қарап отырыңыздар. Ал баршаларыңызға сәттілік.